Ассалаумалейкум достар, бүгін сіздерге жеңіл және өте дәмді печеньенің рецептімен бөліскім келеді. Печенье өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бірінші ыдысымызға сары май саламыз. Содан кейін қант салып, жақсылап араластырамыз. Сүт құямыз, араластырамыз. Содан кейін ұн және қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Қамыр елейміз. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Содан кейін сары май жағып шығамыз. Шиені салып, рулет сияқты ораймыз. Рулетімізді кесіп шығамыз. Пергамент қағазын төсеп, барлығын печеньенің қойып шығамыз. Пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.